Жұмсақ өте дәмді болып пісіп шығады. Нан пісіреміз. Ең алдымен ыдысымызға жылы су, тұз, ертілген сары май, дрожж саламыз да араластырып, үстіне ұнымызды салып, жақсылап қамыр елейміз. Үстіне бір тамшы сұйық май тамызып жіберіңіздер де бетін жауып 1 сағатқа ашытып қоямыз. Ашқан қамырды 4 бөлікке бөліп аламыз да осылай домалақтап формаға салып 2-3 минутқа бетін жауып қойыңыздар. Сосын барып ортасынан осылай басып шығыңыздар, жақсылап піскен кезде ортасы көтеріліп кетпеу үшін. Бетіне жұмыртқа мен сүтті араластырамыз да нанның бетіне бір тегіс қылып жағып шығамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша бетіне күнжіт сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Нандарыңыз жұмсақ болып пісіп шығады. Сіздермен болған Назерке. Рецепт ұнаған болса лайк басуды ұмытпаңыз. Жұмсақ өте дәмді болып пісіп шығады. Нан пісіреміз. Ең алдымен ыдысымызға жылы су, тұз, ертілген сары май, дрожж саламыз да араластырып, үстіне ұнымызды салып, жақсылап қамыр елейміз. Үстіне бір тамшы сұйық май тамызып жіберіңіздер де бетін жауып 1 сағатқа ашытып қоямыз. Ашқан қамырды 4 бөлікке бөліп аламыз да осылай домалақтап формаға салып 2-3 минутқа бетін жауып қойыңыздар. Сосын барып ортасынан осылай басып шығыңыздар, жақсылап піскен кезде ортасы көтеріліп кетпеу үшін. Бетіне жұмыртқа мен сүтті араластырамыз да нанның бетіне бір тегіс қылып жағып шығамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша бетіне күнжіт сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Нандарыңыз жұмсақ болып пісіп шығады.